Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен хит болған қызылшадан салат дайындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, видеома лайк баса кетіңіздер. Ең алдымен 3 қызылшаны жуып, фольгаға орап, духовкаға 200 градусқа 1,5 сағат пісіріп аламыз. Дайын болған кезде зубочисткамен тексеріп, қызылшамызды 4 бұрыштап осылайша турап аламыз. Ыдысымызға салып қоямыз. Кейін фета ірімшігін дәл солай 4 бұрышты қылдырып турап, бөлек ыдысқа салып қоятын боламыз. Ендігі кезекте заправкамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 ас қасық олив майын және 1 ас қасық бальзамический уксус, 1 зубчик чеснок теркадан өткізіп, бәрін қызылшамызға құятын боламыз. Ендігі кезекте біз тарелкамызға алдын ала дайын болған салат жапырақтарын салып шығамыз. Оның үстіне қызылшамызды да салып, үстіне кішкене грек жаңғақтарын сеуіп, және